Саламатсыңдар ма оқушылар? Жамбыл облысы Жуалы ауданы Балжан Момышұлы ауылы номер 1 мектеп гимназия Султашева Гүлнара Дабыржанқызы бүгін сіздермен алгебра пәнін жүргізетін болады. Сабақтың тақырыбы алгебралық бөлшектің негізгі қасиеті. Оқу мақсаты алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану. А көбейтілген С бөлу Б бөліп Б көбейтілген С тең А бөлінген Б. Мұндағы Б және С нөлге тең болмау керек, өйткені нөлге бөлуге болмайды. Бағалау критерийлері алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін қолдану арқылы бөлшекті қысқартады. Сабақтың мақсаты алгебралық бөлшектің негізгі қасиетін есептер шығаруда пайдаланады. Еске түсірейік. 4С қосылған 12D-ның квадраты тең жақшаның ішіндегі 4С қосу 12D өрнегінен 4-ті жақшаның сыртына шығаруымызға болады ортақ көбейткіш қылып. Сонда жақша ашылған 4 көбейту жақша ашылған С қосылған 3-ті қос жақша квадрат тең. Енді балалар осы өрнекті екі бірдей көбейтіндіге түрлендіріп жазуымызға болады. 4 көбейтілген С қосылған 3-ті көбейту тағы да тура осындай өрнек 4 көбейтілген С қосылған 3-ті. Екінші мысал Х квадрат азайтылған 6Х қосылған 9. Бұл жерде балалар біз қысқаша көбейту формуласын көріп тұрмыз. Яғни екі өрнектің айырмасының квадратын көріп тұрмыз. Бұл өрнекті ықшамдап жинайтын болсақ, Х азайтылған 3 соның бәрінің квадраты болады. Яғни балалар осы Х азайтылған 3 жақшаның сыртында квадрат деп тұратын болса, оны біз екі бірдей жақшаға көбейтіп жазуымызға болады. Х азайтылған 3 көбейтілген Х азайтылған 3. Үшінші мысал 27 азайтылған Х-тің 3-ші дәрежесі. Екі өрнектің кубтарының айырмасы. Бұл екі өрнектің кубтарының айырмасы осы екі өрнектің айырмасы мен толымсыз квадраттың қосындысының көбейтіндісіне тең болады. Яғни 27 деген сан ол 3 санының кубы. Бірінші жақшамыз 3 азайтылған Х көбейту, екінші жақша осы бірінші жақшаның толымсыз квадратының қосындысын жазатын болсақ, ол 9 қосылған 3Х қосу Х-тің квадраты өрнегі болады. Келесі мысалда 25 азайтылған Х-тің квадраты. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы осы екі өрнектің айырмасы мен қосындысының көбейтіндісіне тең. Яғни 5 азайтылған Х көбейтілген 5 қосылған Х өрнегіне тең болады. Бүгін балалар номер 38-де 8-дің есепті шығаратын боламыз. Мен сіздерге 5-ші және 9-ші мысалдарды түсіндіріп өтейін. 5-ші мысал бөлшектің алымында AX қосылған BX азайту AY азайтылған BY. Бөлшектің бөлімінде BX азайтылған BY өрнегі. Бөлшектің алымын балалар топтастырамыз. AX азайтылған AY бірінші жақша қосу, екінші жақша BX азайтылған BY өрнегі. Бөлімінде B ортақ көбейткіш етіп жақшаның сыртына шығады. Сонда жақшаның ішінде X азайтылған Y өрнегі қалады. Келесі тең. Бірінші алымында бірінші жақшада A ортақ көбейткіш болып жақшаның сыртына шығады. Жақшаның ішінде X азайтылған Y өрнегі қалады. Қосу. Екінші жақшадан жақшаның сыртына ортақ көбейткіш қылып B-ны шығарамыз. B көбейтілген жақшаның ішінде X азайтылған Y. Бөлшектің бөлімін сол күйінде көшіріп жаздық. Енді алымында X азайтылған Y-ті ортақ көбейткіш қылып тағы да жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда келесі жақша A қосылған B өрнегі көбейтіледі. Енді балалар алымы мен бөлімінде көбейтінділер орын алып тұрғандықтан X азайтылған Y, X азайтылған Y өрнегі қысқарып, бізде A қосылған B бөлу
b өрнегі қалады. 9-шы мысал. 4х квадрат азайтылған y квадрат бөлімінде 6х азайтылған 3y осының бәрінің квадраты. Алымында екі өрнектің квадраттарының айырмасы бойынша екі жақшаға жіктейміз. 2х азайтылған y, 2х қосылған y. Бөлімінде жақшаның ішінде 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберуімізге болады. Жақша ашылған 3, көбейту жақша ашылған 2х азайтылған y, қос жақша соның бәрінің квадраты тең. Енді балалар, жаңа осының алдында ғана қайталап өткендей, бөлшектің бөлімін 1-2 көбейткішке жіктеп жазуымызға болады. 3 көбейтілген 2х азайтылған y және 3 көбейтілген 2х азайтылған y деп жіктеп жазуымызға болады. Сонда алымы мен бөлімінде көбейтінді орын алып тұрғандықтан 2х азайтылған y, 2х азайтылған y қысқартылып, алымында 2х қосылған y, бөлімінде 9 көбейтілген 2х азайтылған y өрнегі қалады. Сыныпта балалар осы 38-де 8-ші есептің 1-ші мысалынан 10-шы мысалына дейінгі шығарылмаған мысалдарын шығарамыз. Кері байланыс. Мен нені үйрендім? Маған не қиын болды? Мен сабақтың мақсатына жетуім үшін нені қайталауым керек? Міндетті түрде толтырамыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Күндеріңіз